Қалай Instagram аккаунтты автоматты түрде алға жылжытуға болады? Ассалаумағалейкум, менің атым Ертай Қуанышев. Бүгінгі видеода мен осы Insta Plus деп аталатын керемет сервиспен қалай жұмыс жасауға болады және қандай мүмкіндіктері бар, сол жағын айтатын боламын. Егер әрі қарай қарайтын болсаңыз, өзіңіздің Instagram аккаунтыңызға бір айдың ішінде минимум 2000-нан тіпті одан да көп оқырман жинауыңызға болады. Себебі бұл өте функционалды, сондай керемет сервис. Алдында бір видеоларда осы Insta Plus сервисіне мен жұмыс жасағаным туралы, яғни өз тәжірибемен бөліскен болатынмын. Instagram'да алға жылжытуға арналған сервистер деген видеода. Енді бүгінгі видеода осымен жеке жұмыс жасайтын боламыз. Енді Insta Plus туралы айтатын болсақ, бұл Instagram'да алға жылжытуға арналған сервис, мүмкіндіктері барлығы онлайнда жұмыс жасайды. Ешқандай бұл программа емес. Leongram немесе Telegram сияқты программалар бар. Олар ол секілді компьютерге орнатудың керегі жоқ. Және алда қазір жеке мүмкіндіктеріне тоқталамыз. Енді бұл жерде тарифіне келетін болсақ, дәл осындай өзіңіз қарап көрсеңіз болады, сілтеме осы видеоның астында болады. Енді бірінші сервистен аккаунт ашуыңыз керек. Тіркелу жағын өте қарапайым, оны өзіңіз де істей аласыз, ол жағын көрсетпей қояйын. Енді аккаунтқа кіргеннен кейін сізге 5 күн тегін уақыт береді. Сол тегін уақыттың ішінде барлық мүмкіндігін қолданып көрсеңіз болады. Бұл жерде автопостинг бар, статистикамен жұмыс жасауға болады, сонымен қатар аккаунттарды қосып қойылады және технический тапсырма. Қазір бірінші басынан бастайық. Автопостинг дегеніміз бұл жерде түсінікті, кез келген өзіңіздің аккаунтыңызды таңдайсыз мына жерден и добавить фото немесе галереяны қоса аласыз. Өкінішке орай видео қоса алмайсыз. Сол сіз белгілеген уақытта ол автомат түрде жарияланып тұрады. Одан кейін қосымша лентаны қарауға болады. Бұл енді қатты қажет функциялар емес. Енді бұл жерде бізге бірінші керек бұл создать задание. Егер осыны басатын болсаңыз, сіз қандай подписка, сонымен қатар автомат түрде комментарий жазу, директ бәрін қосып қойсаңыз болады. Бұл жерде сіздің аккаунттарыңыздың тізімі шығып тұрады мына жерде. Егер басында бірінші рет кірген кезде бұл жерде ештеңе болмайды. Сондықтан добавить аккаунт деген батырманы басып, сіз өзіңіздің аккаунтыңызды қосуыңыз керек бұл жерде. Енді ол жағында ешқандай мәселе жоқ, тек қана мына жерге логинді жазасыз, пароль жазасыз и добавить аккаунт. Әрі қарай сізге телефоныңызға SMS келуі мүмкін. Қауіпсіздік мақсатында Instagram'да ол қалыпты жағдай, сондықтан одан қорқудың мүлде қажеті жоқ. Енді создать задание батырмасын қарайық. Бұл жерде сервистің ең үлкен мүмкіндігі осы жерде. Бұл жерде тапсырманы қосу үшін қай аккаунтқа, мысалға подпискаға, масс фоллоуингке қосып қою үшін қай аккаунтты, соны бірінші таңдаймыз. Мысалға мен өзімнің аккаунтымды таңдайында Ертай Қуанышев деген. Сосын астында көріп тұрғанымыздай смарт задача. Бұл шамамен бұрын мен қолданып көрдім, сол кезде бұл болған жоқ. Егер бұны қосатын болса қалай болады? Мысалға қазір мен осыған птичка қойып қоятын болсам, мен қазір мысалға автолайкингке қосатын болсам, ол бүгін орындалады, ертең орындалады, ары күні мен 5000 лайк қой деп мынаған тапсырма беретін болсам, сол жеткенше бұл орындала береді. Ал егер мен бұны алып тастайтын болсам, мен 1000 лайк деп қазір көрсетем, соны орындайды и ертең ол істемей қалады деген сөз. Яғни Insta Plus-тың бұл үлкен бір минустарының бірі бұрын сондай болды. Ал қазір бұл смарт задача деген сондай ыңғайлы болды. Енді тәжірибе жүзінде жұмыс жасап көретін болсаңыз, бұл сізге түсінікті болады. Одан кейін қандай әрекет жасаймыз, яғни действие. Соны таңдаймыз. Лайк бар, подписка, яғни лайк десеңіз лайк басып шығады, подписка жазылады. Отписка деген сізде мысалға жазылған аккаунттарыңыз дым көп болатын болса, онда автомат түрде отписка қосып қоюға болады. Енді комментарий бұл түсінікті. Егер комментарий қосатын болсаңыз, сіздің аккаунтыңыздың атынан автомат түрде басқа парақшаларға пікір, яғни комментарий кете береді. Енді мен қолданатын лайк, подписка жасайтын кезде сіз жазылатын адамға өзіңіз белгілеген көлемді лайк қойылады, 1, 2, 3 деген секілді. Соны қояды и подписка жасайды и болды. Одан кейін директ. Бұл директ хабарлама деген сіздің жазылушыларыңызға немесе мына жерде шығады не? Своим подписчикам и список пользователь деген. Осыларға сіз белгілеген адамдарға директке автомат түрде хабарлама жібереді. Және автодирект. Бұл дегеніміз өте пайдалы функция. Мен бұны қолданам. Бұл дегеніміз қалай жұмыс жасайды? Мысалға, сіз осыны қосасыз, сізге біреу жазылатын болса, соның директіне автомат түрде хабарлама жіберуге болады. Мысалға былай, егер сізде
Мен өзім қалай қолданатынымды айтайын. Менде мысалы islammedia.kz деген парақша бар. Оның телеграм каналы бар. Және маған жазылған адамдарға автоматты түрде хабарлама кетеді. Бізге жазылғаныңызға рахмет. Біздің телеграм каналымызға қосылыңыз, міне сілтеме деген секілді. Яғни директ арқылы осындай сілтемені жіберуге болады. Және адамдар соған жазылады кейін. Немесе сол секілді басқа хабарлама. Егер дүкеніңіз болатын болса, бізге жазылғаныңызға рахмет. Біз осындай тауарларды сатамыз, мекен-жайымыз осындай. Бізге жазылғаныңыз үшін сізге осынша пайыз жеңілдікті қолдану үшін осы телефон нөмірге звондаңыз деген секілді. Әрине коммерция мақсатында солай қолданып көруге болады. Қазір мына жерде ең көп қолданылатын таңдайық лайк и подписка. Осыны таңдайтын болсақ, бізде енді әрқайсымен жеке-жеке қарап көрсеңіз болады. Жұмыс істеу принципі әрі қарай түсінікті, қарапайым. Лайк подписканы таңдаған кезде мына жерде геолокация деп шығады. Бұл геолокация дегеніміз геолокация бойынша іздейді. Яғни белгілі бір аймақ бойынша. Айталық, сіздің парақшаңыз тек қана Астана қаласының тұрғындарына арналған. Және мына жерде геолокация деген таңдайсыз да, мына жерге Астана деп жазасыз. Қазір мен мысалға жазып көрейін. Астана и найти место. Міне біз белгілеген аймақтан, картадан бірнеше точкалар шықты. Именно Астананың қай жері, соны таңдасаңыз да болады. Мысалға мынау Алматы, мен мына жерде Астана деп жазған секілді. Бәсе Астана деп шықты. Енді өзім түсінбей қалдым. Мына жерде точкаларды белгілеп қоясыз. Мысалға бір дүкеніңіз болатын болса, сол дүкеніңізге жақын аймақтарды мына жерден белгілесеңіз болады. Немесе мына жерде арнайы координаттар бар. Осының үстін басатын болсаңыз, міне Астананың бүкіл аймағын осылай қоса бересіз. Мейлінше көп қосатын болсаңыз, сонша көп адам жинауға болады. Енді геолокация түсінікті болатын болса, хэштег дегенді көрейік. Бұл хэштег деген қарапайым. Мысалға мына жерге қарапайым ғана хэштег и мысалға алайық ақпарат. Кім ақпарат деп хэштег белгіледі, соның бәріне лайк басуға болады, подписка жасауға болады и сондай әрекеттерді жасауға мүмкіндік бар. Одан кейінгі пользователь, мен бұны қолданып көрдім. Бұл пользователь дегеніміз мына аккаунттың подписчиктеріне, немесе өзінің мына аккаунт жазылған аккаунттарға, немесе мына аккаунттың ішіндегі посттарға лайк басатын, немесе комментарий жазатын адамдарға подписка жасап лайк басуға болады. Мен осылай қосып қойдым. Просто қай аккаунт бар, соны мына жерге жазасыз. Қай аккаунттың подписчиктеріне өзіңіз лайк басқыңыз келеді, немесе жазылғыңыз келеді, соны мына жерге таңдайсыз. Мысалға, бұл сіздің конкуренттеріңіз болуы мүмкін да. Сіздің парақшаңыз бар, дәл сол секілді басқа да парақша бар екені анық та, немесе болмауы да мүмкін, әрине. Дегенмен көп жағдайда болады. Сол парақшаны мына жерге белгілеп қоясыз и сосын мына жерде соның подписчиктеріне жазылуға болады, немесе сол парақша жазылған адамдарға жазылуға болады, немесе сол парақшадағы ең тиімдісі менің ұсынатыным ол. Сол парақшада лайк басқан адамдарға және комментарий жазған адамдарға жазылуға болады. Себебі олар белсенді жұмыс жасайтын болады және сізге белсенді аудитория келеді. Одан кейін список пользователь. Бұл дегеніміз мынадай. Мысалға сізде Telegram немесе Instaplus деп Telegram, Leongram секілді арнайы программалар бар, немесе басқа бір сервистерді арқылы сіз өзіңіз бір қолданушылардың списогін жасадыңыз. Сол адамдарға ғана жазылғыңыз келуі мүмкін. Сондай жағдайда мына жерде создать список деген батырма бар, соны басасыз. Одан кейін создать список дегенді басасыз мына жерде и атын енгізесіз, мына жерге логиндерін жазып шығасыз и мына жерде қанша 1000 логин болса, 1000 адамның логині мына жақта қазір көрсетейін. Лайк, подписка және осылай таңдаймыз және мына жерде список пользователь дегенді 1000 адамға таңдайтын болсаңыз и қосатын болсаңыз, сол 1000 адамға жазылып шығады. Одан кейін осы Instaplus'те бір өзіме ұнайтын тағы функцияның бірі, енді қатты бір пайдалы жұмыс жасайды деп ойламаймын мен бұны. Бірақ кейбір жағдайда жақсы көмектеседі. Бұл просмотр истории пользователь деген. Егер мынаны қоятын болсаңыз, сіздің аккаунтыңыз, сіздің жазылатын адамдардың историясы болатын болса, яғни сториске пост салатын болса, соны қарайды. Дегенмен бұл қатты мықты жұмыс жасамайды, дегенмен қолдануға болады. Не new деп бір жаңадан қосылған. Одан кейін количество действия. Бұл дегеніміз біз подписка деп көрсеттік, яғни масс фоллоуинг, басқа адамдарға жазылу. Соны қанша орындау керек? Егер мына жерде 5000 деп қоятын болсаңыз, 5000 адамға жазылғанша мынау жұмыс жасап тұра береді. И мына жерге қанша лайк қояды, соны таңдайсыз. Мен мына жерде 1-2-ден артық
қоюды ұсынбаймын, себебі одан көп қоятын болсаңыз сіздің аккаунтыңыз блокқа түсуі мүмкін. Немесе астында мынадай бар. Мына жерде без фильтр деген таңдаймыз да, и мына жерде жұмыс істеу принципі бар. Скорость и безопасность продвижения. Егер медленныйға қоятын болсаңыз, онда мына жерге 2 лайк деп қоя берсеңіз болады. Бірақ мен 2 лайк деп қойып көрдім. Ондай жағдайда көбіне Instagram блокқа салады. Енді блокқа салғанда совсем жаңағы парақшаңды жауып тастамайды, тек просто лайк баса алмай қаласың ешкімге, и сондай. Сондықтан мынаны қатты асырудың керегі жоқ. 1-2. Немесе одан кейін мына жерде средний және медленный деген бар. Соның біреуін таңдайсыз. Егер 2 лайк қоятын болсаңыз, онда мына екеуінің біреуін таңдауға болады. Өзіңіз тестілеп көресіз. Егер мынаған қоятын болсаңыз, сізді лайк жағынан блоктауы мүмкін. Немесе менің қолданатыным ол мына средний деген жайға болғандықтан быстрый дегенді қолданам, және мына жерде менде 1 лайк тұрады. Немесе қоймауға да болады. Ол үшін мына жерде лайк подписка емес, просто подписканы таңдасаңыз болады. Енді мынаны таңдауды ұсынбаймын. Егер сіз парақшаңызды мысалға ашқаныңызға 3 күн болды, немесе 1 ай болған жоқ әлі, немесе содан аз уақыт, яғни жас парақша болатын болса, онда сізге ең тиімдісі медленный немесе средний деген деңгейді таңдау. Одан кейін мына жерде фильтр деген бар. Енді бұл жағына көп тоқталмай қояйық, себебі бұл сабақ жаңадан бастаушыларға арналған. Бұнымен де жұмыс жасауға болады, тиімді жақтар бар. Мысалға айталық наличие аватарки деген бар. Дан таңдайтын болсаңыз, сізге мысалға бір парақшаға адамдарына жазылу туралы мына жерде тапсырма беріп қойдыңыз. Егер ол адамның, сол жазылатын адамның аватарында пустой болатын болса, онда мына адамға жазылмайды деген сөз. Одан кейін пол пользователей. Мужской десеңіз, мужской аккаунттар жазылады. Женский десеңіз, ол әйел адамдардың аккаунтына жазылады. Бірақ бұның көп жағдайда қолдану қажеті жоқ, себебі егер сізде контентный проект болатын болса, және ол тек қана белгілі бір аудиторияға арналмаған болса, мысалға ер адамдарға немесе тек қана әйел адамдарға арналмаған болса, онда бұны таңдаудың қатты қажеті жоқ. Енді исключить коммерческий аккаунт деген бар, мен бұны қолданамын. Даны басамыз. Егер даны таңдайтын болсаңыз, тауар сататын немесе сол секілді қызмет көрсететін, диетолог қызметі, психолог, мынау бәрін исключение қояды, яғни ондай адамдарға жазылмайды. Негізі главный параметрлер осы. Қалғандарын өзінің мына жерде документациясы бар, яғни база знаний деген, содан қарап алсаңыз болады. Енді бұл деген қатты күрделі болып кетеді, сондықтан бұған тоқталмай қояйық. Одан кейін запустить задание деген батырманы басамыз, и тапсырма қосылады. Қазір менде бұл қосылып тұр, сондықтан мен бұны басып әуре болмаймын. Тек қана қосатын болсаңыз, әрі қарай сізден ештеңе сұрамайды. Тапсырма бірден қосылады да, азырақ бір аудитория жинайды, и одан кейін қосылады. Одан кейін жоғары жағына қарайтын болсақ, мына жерде доступен деп тұр. Мен өткенде черная пятница деген болды. Сол кезде мен 2 ай қалғам, и плюс 1 ай маған қосып берді. Егер сізде уақыт бітетін болса, яғни 5 күн тегіннен кейін, одан кейін мына жерден 60 күнге 8.000 теңге төлеп алсаңыз болады. Енді ол жағы қатты бір қымбат емес. Әрине бұл жерде тағы бір ыңғайлы жағы, Instaplus'те 5 аккаунтқа дейін қосуға болады. Әрине, егер сізде одан көп болатын болса, мына жерде расширение кабинет деген бар. Сол жерден аккаунт санын енгізесіз, мысалға 10 аккаунт тағы. Және сізге қосымша тағы да сумма есептеп береді. Одан кейін статистика деген бар. Сіз продвижение қосып қойдыңыз, сол аралықта сізге қанша подписчик келді, қай аккаунттан жақсырақ келді, соның статистикасы мына жерде қарап отыруға болады. Енді бұндайды мен басқа бір сервистерден айтарлықтай байқамадым. Мысалға алайық, менің өзімнің емес, мысалға мына парақшаны алайық та, Islammedia.kz. Соңғы 7 күннің ішінде мына жерде менде 47 бар, плюс және мысалға менде бүгін 21 желтоқсан айының кеше мысалға менде 93.522 подписчик болған, дәл бүгін 93.963 подписчик болған, яғни қанша өскен міне көрсетеді. Сонда менде бір 7 күннің ішінде 3000 адамға өскен. Әрине, бұның бәрі Instaplus'те мен масс фоллоуинг қолданбаймын, бұл парақшаға тек қана автолайкинг қолданам, және белсенділікті осылай көбейтіп отырам. Ол туралы мен жеке видео жасайтын боламын. Бұл өте керемет, сондай фишка екеніне көзім жетті. Ал мына подписчиктер менде контент
главный контентке байланысты келіп отыр және интересный деген бөлімге шығады. Сондықтан менде подписчик бұл әлдеқайда салыстырмалы түрде көп. Енді менен көп сұрап жатады, қалай сенде сонда бір аптаның ішінде осынша көп адам жиналып жатыр? Мен оның келесі видеоларда жасайтын боламын. Және мына жерде менде тек қана лайкинг басам, яғни менде жазылған адамдарға автомат түрде лайк басып отырады. Осылай ғана қосам. Қазір мен сондықтан өзім парақшамды таңдап көрейін. Мына жерде қазір mass following жұмыс жасап тұр. Менде осындай подписчик міне мынандай болғанда, и былай болды. И қосқаннан кейін міне менде біраз өскен. Кеше 20 күні осындай болған, бүгін міне осындай. И мына жерде конверсия деңгейі қандай, осыған назар аударамыз. Міне мына аккаунттың мен подписчиктеріне жазылғам, сол кезде конверсия осындай болды. Және мына аккаунттың подписчиктеріне жазылған кезде конверсия мынадай болды. Және комментарий, мына аккаунттың комментарий жазған адамдарына жазылған кезде менде конверсия міне осындай болды. Бұл өте сондай жаман көрсеткіш. 2% деген минимум 5% болу керек. Сіздерге кеңес, бұл минимум 5% болу керек. Әдетте 10%дай болады да. Тәжірибе жүзінде 10%дай болған. Сондықтан мына аккаунттардың аудиториясы демек маған қатты келмейді деген сөз. Демек мен оның бәрін аламда өзгертем. Одан кейін келесісі бұл аккаунт дегенді айттым. История заданий деген бар. История заданий деген кезде менде базовый задача деген бұл смарт задачаға жатпайды. Бұрын қосылған бір реттік тапсырмалар, жаңа басында айтқанымдай. Одан кейін смарт задача деген жерде менің қосқан жаңағы тапсырмаларымның бәрі осы жерде тұрады. Мына жерде мысалы подписка, отписка, лайк, подписка, лайк. Пока мен тоқтатып қойдым. Мына жерден қосымша қазір қосып жіберсем де болады. Мысалы запустить басам. И менде міне тапсырма қосылды. Отписка керек кезде мен алдын ала қосып қойдым. Мынаны қосқан кезде отписка жұмыс жасап кетеді. Одан кейін мына жерде лайкқа да қатысты міне қосуға болады и тоқтатуға болады. Егер қандай да проблема болатын болса, мынадай қып-қызыл бірдеңе шығып тұрады. X осындай және проблема қандай. Міне ошибка временная блокировка до следующего дня лайков от Instagram дейді. Яғни мен тым көбірек лайк қойып жібердім, сол кезде мені блокқа лайк қою жағынан блокқа салып тастады. Одан кейін технический задание, яғни блокқа салмас үшін жаңа мен айтқан басында кеңестерді ескеріңіздер. Енді мен эксперимент жасап көрем, әлі тағы да 1-2 рет. Одан кейін технический задание, список. Яғни бұл жаңаға сіз өзіңіздің қолыңызда бар списоктегі адамдарға жазылатын болсаңыз, осы создать список деген батырманы басасыз да, соны қойып қойсаңыз болады. И комментарий деген бар. Сіз басқа бір парақшалардың жаңағы посттарына автомат түрде жаңа комментарий жаза беретін болсаңыз, мысалға айталық бізге жазылыңыз, бізде осындай ақпараттар бар. Бірақ мен бұны ұсынбаймын, себебі бұл деген Instagram бұл арқылы сізде блокқа салып тастауы мүмкін және бір жола. Сондықтан мен автомат түрде комментарийді мен шыны керек қолданып көрген жоқпын тәжірибе жүзінде. Және оны қолдануды ұсынбаймын ешкімге. Одан кейін whitelist, ақ тізім, қазақша аударатын болсақ. Бұл дегеніміз мысалға мынадай жағдайда қолдануға болады. Сізде өзіңіздің парақшаңызды продвижениеге қойып қойдыңыз және сізде подписка деген бөлімде адамдар саны көп, 3000, 4000, 5000 болуы мүмкін да. Сондай жағдайда подписканы қосасыз. Сол кезде сіз өзіңіз қарап отыратын бір парақшадан автомат түрде отписка жасап шығып кетуі мүмкін. Сондайды болдырмас үшін сондай адамдардың тізімі мына жерде whitelist деген жерге қосып қоясыз, создать список дейсіз де, и мына жерде осыны қосасыз, и мына жерде логиндерін жазасыз, мына жерде аккаунт таңдайсыз. Мысалға мен өзімдікін таңдаймын, сохранить, и болды. Отписка жасайтын кезде сол аккаунттарға отписка жасамайды. Одан кейін блок-лист. Бұл туралы мен жеке видео жасауыма болады. Енді бұны өте бір жақсы функция бар. Боттар мен коммерциялық аккаунттардан тазалау. Сондықтан бұны блок-листі сондай жағдайда қолдануға болады. Бұл туралы мен жеке видео жасаймын. Себебі бұл деген өте сондай үлкен бір возможность, үлкен мүмкіндік. Сообщение директ деген бар. Бұл дегеніміз директ хабарламаларды осы жерден қосып қоясыз, кейін осы жерден таңдай саласыз да, яғни жеке-жеке қосып әуре болмайсыз. Мына жерде мысалға атын жазасыз, осындай. Мына жерде хабарламаны жазасыз и добавить сообщение. Сол кезде мына жаққа шығады и сохранить батырмасын басасыз да, одан кейін болды. Бұл қосымша фильтрлер. Бұл деген бар мужской фильтр, женский фильтр. Мына жерде коммерческий аккаунт. Бұлар қалай жұмыс жасайтын жеке айта кетейін.
бұл дегеніміз мынадай, мужской фильтр деген бар, женский фильтр деген бар. Жаңа айтқан болатынмын, мен жаңа ер адам, әйел адам деген жаңа фильтрден таңдауға болады. Мен оны таңдауды ұсынбаймын. Себебі мынадай. Мына жерде жазып қойыпты толығырақ. Осы жерден оқысаңыз да болады. Себебі Инстаграмда, ВКонтакте сияқты немесе сол сияқты басқа әлеуметтік желі сияқты қолданушының жынысы қандай, оны бермейді. Яғни мынадай сервистерге оны бермейді. Сондықтан бұлар не істейді? Бұлар алады да қолданушының атын алады. Егер ол әйел адамдікіне ұқсайтын болса, демек женский пол деп есептейді. Ер адамдікіне ұқсайтын болса, демек мужской пол деп есептейді. Сондықтан мына жерде қойып қойған. Ал енді бұның минусы қандай? Бұл ресейлік сервис. Яғни бұл жерде қолданушының аттары, Алена, Маша, сосын тағы Алиса деген сияқты орысша аттар болады. Яғни қазақшаға бұл келмейді деген сөз. Сондықтан бұны қолданатын болсаңыз, мужской фильтр таңдайық. Мысалға, использовать список Instaplus деген таңдайтын болсаңыз, демек Instaplus'тың өзінің үлкен базасы бар, адамдардың аттары жиналған. Мен ойламаймын, бұл жерде қазақша бір қыздардың аттар жазылған деп, немесе қазақша сондай аттар жазылды деп. Сондықтан использовать Instaplus и свой список дегенді қолдануға болады. Әрине, егер сіз орысша аккаунтты, яғни орыс тіліндегі аккаунтты продвижение қосатын болсаңыз, бұл басқа әңгіме. Енді Instaplus и свой список дегенді қосасыз да, мына жерден, немесе тек қана өзіңіздің аккаунтыңызды қоссаңыз болады. Мына жерге жаңағы ер адамға тиісті мысалға аттарды жазып қойсаңыз болады. Мысалға Ертай, Тайман, Махамбет деген секілді. Осылай болса жаза бересіз. Бірақ ол үшін сізге өте көп адамның атын жазу керек. Өзіңіз ойлап көріңіз, 1000-2000 адам минимум дұрыс жұмыс жасау үшін. Егер ерінбейтін болсаңыз, жазып шықсаңыз болады. Мысалға мен мына жерде использовать Instaplus свой список деген жерге мен мысал ретінде жазып қойдым. Міне осындай деген секілді. Одан кейін коммерческий аккаунтқа қатысты да сондай. Использовать список Instaplus деп тұр. Енді бұны қосуға болады. Себебі Қазақстанда тауар сататын аккаунттардың көбінде тауар сататын, яғни көбінде орысша жазып қояды, қазақша жазатындары бар. Сондықтан использовать список Instaplus деген бар, и свой список. Бұл жерде енді Instaplus'тың өзінде продажа, купить, анау мынау деп базасында бүкіл сөздер тұр. Сол сөздерден мына сөздерді іздейді парақшадан. Егер табатын болса, бұл демек коммерциялық аккаунт дейді, оған жазылмайды, немесе лайк баспайды. Яғни оны исключениеге қойып қояды. Сондықтан бұл тиімді. Мысалға мен жазып қойдым: тауарлар, сапалы тауарлар, сатып алу, тапсырыс беру, оптом тауарлар, заказ беру, заказат, сосын купить деген секілді сөздер бар. Жаңағы сатып алу, сосын коммерциялық аккаунттарда қандай сөздер қолдану мүмкін, өзіңіз ойланып көріңіз. И соны табасыз да, мына жерге жазып қоясыз, сондай керемет жұмыс жасап тұратын болады. Енді мына жерде не бар тағы? Қосымша енді бұл жерде айтарлықтай ештеңе жоқ, бірақ алдағы уақытта жаңағы автолайкингпен қалай жұмыс жасауға болады, және мына блок листпен бұл қандай керемет функция, және бұны қалай қолдануға болатындығы туралы жеке видео болады. Енді қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, онда осы видеоның астында пікірге жазып қалдырыңыздар, мен міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Бүгінше осы, келесі видео сабақта кездескенше.